Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бол. Қаз бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша торынан канал. Достар, осы видеоға лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің соңғы видеоларымды көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер. Достар, біз 106 подписчик болыппыз. Маған тіркелген жандарға барлығына да алғысым шексіз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, бүгін мен КВД деген приложениені айтатын боламын. Бұл заработок на серфингах, яғни короткий ссылкадағы видеоларды көретін боламыз. Яғни сонымен қатар задание орындаймыз. Кейін на жерде как заработать больше деген батырманы басатын болсақ, приложение из рекламы. Для того, чтобы значительно увеличилась цена за один просмотр, вам надо скачивать минимум 10-15 приложений из рекламы. Чем больше приложений вы будете скачивать, тем ваша цена за один просмотр будет больше. Сама цена обновляется каждые 1-2 часа. Яғни сіздер бұл жерде мынандай нені көресіздер, видео, мұны наны көресіздер. Екінші батырманы басып тұрмын. Бұл жерде міне 15 секундтық видео роликтер көру арқылы 0,005 рубль табатын боласыздар. Қазір міне начислять етеді. Міне 0 плюс деп тұр. Міне менде осынша не болды? Ақша болды. Артынан қарағанда. Так. Бұл жерде кейін задание деген батырманы басу арқылы қазір қанша рублик заданиелер бар екен көресіздер. Міне, осынша рублик заданиелер бар. Бұл жерде сразу өтейін, 70 рублик заданиелер өте қиын болып келеді. Бұны орындау азап. Лучше ондай заданиелерді алуларың қажет жоқ. Просто жеңіл оңай бір рубльді 2 рублик заданиелерді орындау арқылы бұл жерде 10 рубль жинаймыз. Одан кейін вывод деген батырманы басамызда, мына жерде номер киіміңізбен электронный почтаны жазып, вывод шығарасыздар. Одан кейін сразу айтайын, бұндай приложениелерден вывод шығарған соң қайта кіруін қажет жоқ. Себебі қайта табу қиын болады. Любой приложениеде сондай. Одан кейін екінші алдындағы менікі ол вот теңге деп аталады. Вот теңге приложениесі. Қазір ашсын міне. Вот теңге приложениесіне менде 235 теңге бар. Бұл жерде қалай мен ақша табамын? Бұл жерде яғни алдында айтқанда міне задание орындау арқылы дедім. Бұл жерде полный задание орындаған соң неге обновление болмай жатыр? Яғни көпсіне болмайды. Себебі біз бұл приложениеде задание орындау арқылы ақша таппаймыз. Бұл жерде клик арқылы ақша табамыз. Оплата за клики. Міне, переход на ссылкаге переход жасау арқылы ақша табамыз. Ал оған бізде 1 теңгеден 50 теңгеге дейін береді. Ол қандай ссылка дегендерге міне көрсететін боламын. Процент от заказа дегенге кіреміз. Міне осы сайттағы ссылка, яғни тауарлардың ссылкасын сізге береді, соған кіреді. Егерде сіз содан яғни сатып алатын болсаңыз, 1 сағат мысалына 540 теңге беретін, проценті 540 теңге беретін сағат сатып алатын болсаңыз, сіздерге 540 теңге начислять етеді. Яғни осындай нелер арқылы ақша табады. Негіз основное. Одан кейін Telegram-ға кіретін болсақ, міне бұл жерде де алдындағы нелерді айтып келетін боламын. Мысалы Get BTS. Бұл жерде міне личный кабинет деген батырманы басу арқылы менде $864 бар екен. Одан кейін бұл жерде қалай шығарамыз? Яғни бұл минималкасы $45. Міне вывести деген батырманы бассақ, міне ұшы $48 болып қалыпты. Яғни қазір биткоин көтерілген соң биткоинді көтеріліп жатыр. Бұл жерде білмеймін не үшін көбісі вывод жасай алмайды деп жатыр. Мына жерге кіретін болсаңыздар, выплата Get BTS деп тұр. Қарасаңыздар 29700 подписчик болып тұр. Бұл яғни бір-бірін тарту арқылы 29700 жинаудың өзі қиын.
яғни бұл огромный сайт десек те болады. Бұл жерде міне адамдардың шығарып отырғаны, яғни ссылка. Мына қандай ссылка десеңіздер, блокчейн деген сайтқа шығарған несі. Яғни сайттың өзінің официальный сайттың ссылкасын берген да. Көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін USDT бот. Бұл ботты мен үшін ұсындым. Бұл бот та жақсы бот. Міне, мен өзім көп адамдар тарту арқылы осындай уже 0.73 бұл жерде $10 минималик. Вывести деньги деген бататын болсақ $10. Ол да көбейіп кетуі мүмкін. Бұл жерде деш адамдар шығарған. Міне көріп отқандарыңыздай, вторая заявка успешно создан деп тұр. Яғни бұл да сәл жаңа сайт. 15 күні шығарылған осы тамыздың. Одан кейін достар, мені Казбизнес деген арнама тіркеліп кетулерін сұранамын. Міне, менде қазір тіркелген жандарға рахмет. 13 подписчик болып қалыппыз. Бұл арнамызды да дамытайық. 100 подписчикке де жеткізіп тастайық. Одан кейін достар, келесіде өте керемет сайттарды, ссылкаларды табуға тырысамын. Сіздермен болған мен Казбизнес арнасы.